Так, ICT Mentorship эпизод 3-тің екінші бөліміне келдік. Екінші бөлімі біз Inversion PBG хақында сөйлесуден бастаймыз. Inversion PBG бұл базардағы бай яки сел үшін іслеп берген алдыңғы PBG-ді қарама қарсы жөнеліш үшін іслету деген мәністі аңлатады екен. Бұл жерде біз нені түсінеміз? Так, мысалдан түсіндіріп өтеміз сіздермен. Так, шеп жақтағы мысалға қарайтын болсақ, мына жерде алдын PBG пайда болған, я? PBG деп белгілеп алып, сол жер бір мәрте міне көкпен белгілеп қойған жерде PBG бір мәрте іслеп берген. Базарды, яғни максимумға қарап, максимумға шегін көтеріп берген. Базар онан кейін сол PBG-ді жарып өтіп, импульспен жарып өтіп кеткен. Базар белгілі уақыт жүріп келіп, sell side liquidity алмай тұрып, сол бұрынғы PBG болып іслеп берген жарып өтілген PBG-ға келіп өзінің реакциясын білдіріп жатыр. Яғни алдыңғы сел үшін, бай үшін бізге істеп берген PBG енді жарып өтілгеннен кейін бізге алдыңғы бай болып істеп берген PBG енді бізге IPBG болып сел үшін істеп беріп жатыр. Яғни көріп тұрсыздар, мысалда сол IPBG-ға келіп реакция алғаннан кейін базар алгоритм не жатырды? Sell side liquidity-ға қарап импульспенен түсіп кетіп жатырды. Так. PBG-лар алгоритмлік суппорт һәм резистенс зоналары есептелінеді. Бұны нені түсінеміз? Мысалы, оң жақтағы мысалға қарайтын болса, мына жердегі бірінші шам, импульспен шам көтерілген, екінші шам, үшінші шам. Міне осы жердегі пайда болған босылыққа біз не деп атайтын едік? Бірінші бөлімде айтты, PBG деп. Демек, сол PBG-ді бір мәрте келіп толтырып болып, импульспенен алгоритм базар бақаны импульспенен жоғарыға алып шығып жатыр. Сол бір мәрте іслеп берді PBG, doğru ма? Енді сол PBG-ді импульспенен базар төменге қарап жарып өтіп жатырды. Импульспенен PBG-ді жарып өтіп жатырды. Сол PBG алдын не қызметін атқарып беріп еді бізге? Қолдап қуатлау қызметін атқарып беріп еді. Яғни сөз жерден поддержка беріп, базар бақаны жоғарыға көтеріп берген еді сол PBG. Ал ол жарылғаннан кейін сол қолдап қуатлау зонасы қызметін атқарып берген PBG жарып өтілгеннен кейін бізге қарама қарсы зонадан, яғни қарсылық зонасына айланып жатыр. Бұл жерде соны айтып кетіп жатырды. Қарсылық зонасына реакцияны алып, және бір мәрте орнып көріп, онан кейін импульспенен sell side liquidity-ге қарап алгоритм жүзім жасап жатыр. Соны түсінсек болады. PBG-лар алгоритмлік суппорт һәм резистенс зоналары есептелінеді деген гәпке мысал. Алгоритм босылықтарды тезірек жабуға харекет етеді. Так, демек, бұл жерде алдыңғы бірінші бөлімде айттық, алгоритм не қылады екен? Босылықтарды жақтырмайды деп айттық. Демек, сол босылықтарды алгоритм қайтадан толтыруға харекет етіп жатыр. Біз жаңағы мысалдың үлкейтілген форматын көріп жатырмыз. Көріп жатсыздар, алдын бір мәрте PBG іслеп берген, қолдап қуатлау зонасы болып, жарып өткеннен кейін қарсылық зонасына айланады. Һәм сол жерден реакция алып, төменге қарап, sell side liquidity-ге бақа импульспенен түсіп кетіп атырыпты. Бұл жердегі мысалға қарасаңыз, зор іслеп берген. Мысалы, мына аралықта бірінші шам максимумы, саясының максимумы, үшінші шамның саясының минимумы аралығындағы босылық бізге PBG деп айттық, іслеп берген. Қараң, бір мәрте, екі мәрте, үш мәрте, төрт мәрте, 5 мәрте, 6 мәрте, 7 мәрте. Керек болса, мынерде 7 мәрте, 8 мәрте сол жерді бұзып өте алмай тұрған.
PVG зор істеп берген. Бақаны PVG ұстап тұрған, күшті PVG болып тұрған. Ақырында не болып жатырды? Импульспенен сол PVG бұзылып жатырды төменге қарап. Импульспенен. Мына шам. Демек, меніңше бұл жерде жаңалық болған болса керек. Сол жаңалықтың жәрдемі арқасында импульспенен алдыңғы PVG поддержка вазипасын атқарып тұрған PVG енді жарылғаннан кейін IPVG-ға айланып жатыр. Яғни қарсылық зонасына айланып жатыр. Келіп, мына жерге келгеннен кейін, және бір мәрте соған базар орын көріп жатырды. Қарсылық зонасын бұзып өте алмағаннан кейін базар төменге sell side liquidity-ге қарап hücum жасаған. Ondan кейінгісі және бір босылықтардың және бір түрі бұл volume imbalance деп жүргізіледі. Яғни қысқартылуы V деп айтсақ болады. Volume imbalance бұл екі дана свечаның денелері арасында пайда болған ашықлық, яғни босылық есептелінеді екен. Мысалға қараймыз. Мысал. Мына аралықта не болып жатырды? Денелері арасында базар төменге қарап секіріп кеткен. Яғни мына жерде ашылу керек болған шам төменге қарап секіріп түскен халда мына жерден ашылады. Демек, денелер арасында не пайда болып жатырды? Ашықлық, босылық пайда болып жатырды. Шам емес, шамды бұл жерде шамды біз саяны есепке алмаймыз. Шамның денесін ғана есепке, денелерін ғана есепке алады. Демек, осы аралықтағы денелердің арасында пайда болған босылық бізге не болып жатырды? Біз не деп ICT трейдерлері бұны volume imbalance деп айтылады екен. Мына жердегі оң жақтағы мысалда мына шамдағы денесіндегі мына шам менен денесінің арасында не пайда болып жатыр? Босылық пайда болып жатыр. Алгоритм осы босылықты бәрібір жауға харекет етіп түсіп болғаннан кейін барып сол босылықты жауып кеткеннен кейін импульспенен жоғарыдағы бара жақ болған drawn liquidity, яғни ликвидностьлар жайласқан орынға қарап харекет етіп жатыр базар. Не жерде сол бірінші мысалда сол босылықты бәрібір бір мәрте қайтадан толтыру үшін және бір мәрте барып болып төменге қарап базар харекет етіп атырған екен. Бұны қандай істетеміз деген сұрау болса, PVG қандай істетілсе, бұл да сондай істетіледі. Тек бір бұл сәл басқашалау түрге есептелінеді. Яғни PVG бірінші шам менен үшінші шам саяларының ортасында қалған босылық болатын болса, ал volume imbalance жаңа көрдік мысалда, volume imbalance денелері ортасында қалған ашықлық есептелінеді екен. Farқы сонда, айырмашылық. Volume imbalance босылығында алгоритм бұны да қош көрмейді. Яғни бұны да тезірек жауып кету үшін қайтып келеді. Алдыңғы бөлімде айттық, PVG босылықтарынан алгоритм жақтырмайды деп. Volume imbalance алгоритм қош көрмейді екен. Бұны толтырып кетуге барқылы харекет етіп, сол зонаға қайтып келеді бәрібір. Егер бұл зонаны бақа бұзып өтіп кетіп, қайта айланып келсе, бұл зона поддержка ямаса сопротивление болып қызмет істеп береді екен. Жаңа IPVG-да біз айтып өттік, алдыңғы поддержка қызметін мына мысалда алдыңғы поддержка қызметін атқарып берген PVG бізге не қылған? Бұзып өткеннен кейін қарсылық зонасына айланып жатыр, сопротивление зонасына. Ал volume imbalance да сондай екен. Егер бақа бұл зонаны егер бұл толтырып болып, және ары қарап бұзып өтіп кетсе, бұл зоналары қарсылық һәм қолап қуатлау зоналарына айланып береді екен. Volume imbalance жүдә бір қиын нәрсе емес. Базарда бұлар ұшырасып тұрады. Свечалар арасында, яғни денелері арасында әдеуір дәрежеде көзге ташланатын босылықтар кейде пайда болып қалады. Әсіресе бұл нәрселер, мысалы, күндік графикке алып қарасаңдар, 5-ші күн Форекс базарында жауылады, сол күндері жауылған базар, мысалы, мына жерде 5-ші күні жауылған деп алатын болсақ, мысалы, бірінші күні төмен қарап секіріп түскен халда ашылады. Мысалы, мына бір жерде, мынау 5-ші күнгі свеча, өткен хаптенің 5-ші күнгі свечасы болатын болса, мына жерде жауылған болса, ал бірінші күні свеча мына жерден ашылып кету мүмкін болатын жағдайлары ұшырасып тұрады. Сондай уақытлары
volume imbalans, яғни gap пайда болады екен. Базар бәрібір айланып сол зоналарды толтырып кетуге түсіп береді, ямаса сол жерге толтырып жауып кетуге әрекет етеді екен алгоритм. Мына алтында мысалды көрсек, аралықта мына шам менен мына шамның арасында, денелерінің арасында бостық пайда болып жатыр. Денесіне саясына емес, біз денесіне етібар береді екенбіз. Демек, не жатырды, базар баха кетіп, және сол бостықты толтырып кетуге айланып келіп жатыр. Айланып келіп, сол бостықты толтырып болғаннан кейін базар импульспенен әрекет етіп кеткен. Бұл мына мысал кеше жақын арада болып өтті. Бұл адаспасам 12-13 март күндеріндегі алтындағы 1 сағатлықтағы мысалды мен алған едім, скриншот қылып. Сол жерден біз базарға волюм баланстан сетап қыдырып, жоғарыға мына жердегі buy side liquidity шекен біз байға кірген халда базардан өз пайдамызды алып шығып кеткен едік. Ұзақ кетіп отырмай-ақ, алтында волюм балансқа мысалды тауған едім. Жұмақлаушы пікірлер. Базарда алгоритм бар. Ол босылықтарды жаман көреді. Яғни көп халларда, жағдайларда оларды толтырып, жауып жүреді екен. Көзге көрінген хәмме PVG-лардан саудаға кіре бермейміз. Жаңа бірінші бөлімде айтып кеткен едік. PVG-ларды, дұс келген PVG-лардан біз саудаға кіріп кете бермейміз. Жөнелішлерді анықтаймыз. Алгоритм қаяққа қарап бақаны алып шыға жақ, ямасы алып түсе жақ, соларды бірінші анықтап аламыз. Әсіресе тренд бағытына қарап іслейміз. Яғни тренд линия деппен, тренд линия мен ICT-сілер іслемейді. Яғни трендтің қай жаққа қарап кетіп, мысалы даун тренд пе ол, ямасы ап тренд пе, соларға қарап, основной тренд қаяққа қарап кетіп батырған болса, сол жақларға қарап іслеп беретұғын PVG, inversion PVG һәм volume баланс, яғни гэплерден пайдалансақ мақсатқа муафиқ болады. PVG-дің 50% жүдә ахметлі есапланады. Яғни IPVG-дің, volume баланстың, PVG-дің 50% жүдә ахметлі зонасы есапланады. Соған көплеу етібар беруіміз керек. Себебі не үшін 50% ахметлі? Сол PVG-дің 50%-нен реакция алып төменге қарап әрекет етсе, біз демек PVG жақсы іслеп беріп атырған деп қабылдасақ болады. Ал егер сол PVG-ді 50%-ін хүрмет етпестен, жоғарыға қарап бұзып өтіп, жауылып атырса, бұл PVG, ямасы IPVG, volume баланслар іслеп бермеу қауіпі пайда болып қалуы мүмкін. Соның үшін 50%-не көбірек атыбар береді екенбіз. PVG-лар базардағы ахметлі һәм диққатқа лайық дәрежелердің бірі болып есапланады. Бұны біз жоғарыда айтып кеткен едік. Демек, сонымен сабақларымызды, эпизод 2 сабақларымызды жұмақлайды екенбіз. Сіз жерде және бір нәрсені айтып кету керек, құрметті трейдерлер. Бұл видеоларды алып сіздерге тарқатудан біздердің мақсатымыз қандай да бір финансылық пайда көру емес. Біз алатұғын жалғыз мотивациямыз. Бұл видеоларымызды көбірек адам көрсін. Базардағы керек болмаған бір тиынға қымбат болған курсларға пуларыңызды сарпламай, міне сондай бейпул сабақлықтарды тамашалау арқылы трейдинг хақында аз ғана болса да түсінікке болсын, бір жәрдеміміз тисін, бір жәрдеміміз тисін деген мақсатлар ғана бізде көзленген. Сондықтан сіздерден ілтимасымыз бұл видеолардың ссылкаларын тарқатып, лайк басып, комментарияларда пікірлер білдіріп кетсеңіздер. Сонда бұл видеоларымыз трейдингге қызығып жүрген көптеген бастаушы трейдерлерге тезірек жетіп барған болар еді. Итибарларыңыз үшін рахмет.